Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті қажылар, құрметті инста желіндегі бауырлар. Мынау қасиетті құрбан айтымыз мүбарак болсын. Алла тағала шалған құрбандықтарымызды қабыл етсін, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, иншалла. Мынау қажылармен дәріс өтіп жатқан реті бойынша бүгін дәрісіміз. Соған байланысты инста жерінде де бауырларымыз қатысып дәріс алсын деп қосып отырмын. Мен қазір мынау қажыларға дәрісімді өте беремін. Сіздер бүгінгі дәріске қатысты сұрақтарыңызды соңына қарап бірнешеуін қарайтын боламын, иншалла. Уалейкум ассалам рахматулла баракат. Дауысым қалай естіліп тұр, бір белгі берсеңіздер. Дұрыс естіліп тұрған болса, мен дәрісімді бастайын, иншалла. Дауысын дұрыс естіліп тұр ма? Белгі берсеңіздер. Жақсы естіліп тұр дейді. Жақсы. Бүгінгі дәрісіміз, иншалла, сифатул муттақин. Жалпы тақуалық жайында болады. Өткені тақуалық жайында Алла субхана тағала Құран кәрімде бір аят емес, бірнеше аяттарды келтіреді. Мысалға, инна лил муттақина мафаза дейді. Расында ақыреттегі жеңіс бақыты ол тақуалар үшін дейді. Басқа бір аятта инна акрамаkum индаллахи атқауакум дейді. Расында Алланың алдындағы мәртебелерің жоғары биік болғандарың, құрметтілерің ол тақуаларың дейді. Міне осы тақуалық демек Алланың алдында біздің абыройымызды көтеріп, иншалла жәннаттың төрінде болатын және ақыреттегі сол бақытты өте сонда бір Алланың сүйікті пенделерінің сипаты ол тақуалық. Алла тағала біздің ұлтымызға, түрімізге, жынысымызға, еркек па, әйел кісі ма қарамайды. Кім тақуа, сол тақуалық деген сипатпен ақыретте таразыға түседі. Сол үшін бұл тақуалық бәрімізге ортақ мәселе. Мысалы айтатын болсақ, алдыңғы дәрісте айтқан болатынмын. Мысалы араб бауырларымыз осы жердегі. Араб болғандықтан ертең қияметте Алланың алдында бұларға бонус жоқ. Біз тақуалық қылсақ, мүмкін арабтар біздің артымызда тұрады қияметте. Сол себепті демек Алла тағала Құран кәрімде ашық айтты: инна акрамаkum индаллахи атқауакум. Инна акрамаkum индаллахи атқауакум. Расында Алланың алдында шынайы дәрежеге жеткендер, құрметтілердің тақуаларын деді. Сол тақуалық жайында болады бүгінгі дәріс, иншалла. Али Имран сүресінің 102 аятында да Алла тағала айтады: аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Я аyyuhallazina amanu taqulloha hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Иманға келгендер, шынайы Аллаға тақуалық қылып, Алладан қорқыңдар. Тіпті мұсылман болмай, яғни мұсылман болмайынша өмірден өтпеңдер дейді. Демек, осы тақуалық деген киімді киіп алып жүрсек, біз мына өмірдің соқпақтарынан сүрінбей, аман есен өтуімізге сол тақуалық деген киім, сипат бізді алып шығады. Және сол иманымызды, исламымызды сақтап қалатын тақуалық екен. Тақуалық. Алладан шынайы қорқу, ол тақуалықпен болады деп жатыр. Яғни Расул саллаллаху хадисінде айтады: иттақуллаха хатта туқатихи айюта'a фала яси. Алладан шынайы қорқу дегендеріңіз дейді, Алладан шынайы қорқыңыздар, оның мағынасы айюта'a фала яси. Алла тағалаға бойынсыну. Аллаға бойынсыну деген не ол? Алла нені бұйырды? Соны орындау керек. Вала яси, Алла неден қайтарды, одан қайту керек, күнә жасамау керек. Яғни тақуалық деген
былайша айтқанда мүләйімсіп отыру емес, үндемей жүру емес. Тақуалық деген Алланың парызын орындау. Былайша айтқанда, міне қажылық уақыт келді ме, Зулхиджа айы, тақуа адамдар әрекет жасайды қажылыққа баруға. Тақуа сол. Намаздың уақыт келе ме, намаз дәретін алады, намазын оқып алады. Тақуалық деген сол. Рамазан айы келді ме, оразасын ұстайды. Мал дүниесін есептейді. Бір жылға туған кезде Құран аяты бойынша есептеп, тиын нәрсені бөліп, зекетін беріп тастайды. Ағайын туысына көмектеседі, ата-анасының қызметін жасайды. Тақуалық деген былайша айтқанда Алланың бұйрығын орындау. Және уәла яси, Алла Тағалаға ешқашан қарсы келіп күнә жасамау деді. Уа яшкур фала юкфар. Аллаға шүкірлік айту. Аллаға шүкір, тауба, альхамдулиллахтыр. Ең үлкен байлығым иман байлығым бар. Қазақ айтады, тіріге иман байлығын берсін дейді. Өмірден өткендерге иманың жолдас болсын дейді. Міне сол Алланың берген нығметіне шүкір деп айтуымыз керек. Уәла юкфар, ешқашан Аллаға бергеніне налынбау керек. Неге менде жоқ? Неге менің тағдырым осындай? Неге мен ана көрші сияқты емеспін? Деп неге деген сұрақты Аллаға қойылмайды. Өйткені бұл өмірдегі жұмыр басты пенде барша адамның баласы уақытша осы сынақ өміріне жіберіледі. Бірақ тұрақты өмір ол қиямет. Қазір мына өмірде жүрген ешкім бақытты, бақытсыз деп ешкімге баға беруге болмайды. Бұл адамдардың мынау соңғы нәтиже қияметте шығады. Қазақ айтады ғой, шөжені күзде санаймыз дейді. Мысалы көктемде балапан көп бола береді. Күзге шейін өліп қалатыны бар, мысық жеп қоятыны бар, санаулы сана қалады. Былайша айтқан кезде қазір адамдар көсіл не бір көріністе жүрген болуы мүмкін жалған өмірде. Бірақ ол әлі нәтиже емес. Ол әлі жетістік емес, ол әлі бақыт емес. Біреудің көріп, керемет бір адамдар қызық, мына не деген бақытты деп айтуға болмайды. Немесе біреу бір тағдыр сынағында жүрген адамды, не деген бақытсыз адам деп айтуға болмайды. Өйткені екеуі де қандай әлемде жүр? Сынақ. Уақытша, былайша айтқан кезде анау әскерилерді полигонға жібереді ғой. Әскерилер оқуға қабылдаған кезде олар бірден қабылдай салмайды. Оқуға құжаттарын қабылдағанымен әлі толық мынау академияларға олар полигонға жібереді балаларды. Сол полигоннан өткені өтті. Өте алмағаны қайттан құжатын қайтарып үйіне қайтады. Өйткені ол неден өте алмады? Сынақтан өте алмады. Сол сияқты мына өмірді полигон деп қабылдасаңыздар болады. Алланың сынағы. Ол полигонда жаңағы мен достарым бар. Сол әскери салада. Сол оқығаннан бастап білем, олар қазір қызметте жан-жақта, Алла қуат берсін. Сол оқуға түсіп полигонда болған кездерінде де жаңағыда байланыста болдым да. Ол жақтағы азап, ол жақтағы қиыншылықты көрген кезде, естіген кезде көп жігіттер ойланып қалады. Құрсын ондай оқу дегендер де болды. Сол полигонда барып 10 күн шыдай алмастан тасып кеткен жігіттер де болды, қайтып кеткен ауылына. Бұндай оқудың керегі жоқ деп. Бірақ жаңа достарым Аллаға шүкір аман есен өтті, содан кәдімгідей сол алдын алған мақсатына жетіп, қазір сол академияда сабақ береді, сол өздерінің оқып кеткен жерлерінде, түрлі салада, сол өзінің саласы бойынша қызметте жаңағы әскери достарым. Демек, мына өмірде сондай екен, бұл өмірде жаңағыдай сынақ алаңы деп қабылдауымыз керек. Бірақ ол деген сөз Алла ешкімді қорлап жатқан жоқ. Ешкімді керемет қылып бақытты болдым деген ешкімге ондай әлі айтылған жоқ. Өйткені бұл өмірдің несі, нәтижесі қашан болады деді? Қияметте болады. Және уайюзкар фала юса. Тақуалық дегеніміз демек Аллаға итаат етіп айтқан істеп күнә жасамау. Алланың берген нығметіне шүкір, тәуба деп айтып, оған налынбау. Және Алланы еске алып, оны ұмытпау дейді. Тақуа дегенде Расул салам міне осындай сипаттарды берді. Алланы еске алып, оны істемеу керек, ұмытпау керек. Өйткені Құранда айтады, сендер алдыңғы қауымдар секілді Алланы ұмытқандай, сендер Алланы ұмытпаңдар дейді. Басқа бір аятта, кім Алланы ұмытса, біз де сендер ұмытамыз дейді. Мысалға да, барзақ әлемі келе жатыр, қабір әлемі. Қабірде жалғыз жатамыз бәріміз. Жалғыз, жанға ешкім болмайды. Сол тар қабірде бізге жалғыз Алла ғана көмектеспесе, басқа ешкім көмектесе алмайды саған.
шырлаған жаныңды құтқаратын Алла Субханала Тағала. Сол үшін адам тірі кезінде Алланы еске алып жүрсе, Алла да сені еске алып дәл сол жерде, мына өмірде де, дәл сол әлемде де, қияметте де тастап қоймайтындығын айтады. Міне тақуалық деген осындай пайғамбар белгілерін айтты, оның сипаттарын айтты. Енді فإن الله كريم أجل عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه. Енді Алла Субхана ва Тағала ол жомарт, Алланың пенделігіне беріп жатқан нығметінің шегі жоқ. Адамдар сол нығметтерді пайдалана отырып, қалай өмір сүрген жүріп өмірден солай өтеді дейді. Былайша айтқанда, қалай өмір сүрсең солай қайтыс боласың дейді. Қалай қайтыс болсаң солай тірілесің қияметте дейді. Міне бүгін таңертең мынау Абдулла бауырымыз екеуміз көрдік. Дәл осы кеше қажылық маусымын аяқтадық кеше. Кеше тауафтарды жасап, сайыларды жасап, кеше қажылық аяқталынды. Енді қазір тек қана мен жамаратта адамдар тастақтап жүр. Айтқым келгені, сол кеше қажылықты бітіп, біраз адамдар қайтыс болғанда, бүгін таң намазда сол кісілердің жаназасын шығарды. Жаңа екінші этаждағы тауап жасап жүрген жанына оларды ардақтап тізіп қойыпты. Негізі умрада ондайға көрсетпейді. Бірақ үлкен қажылықта ихрамдарымен жатыр ана кісілер. Әйел кісілердің беттерінде жауып орап тастаған, ер азаматтар жүздері ашық, сақалдары көрініп, тізіп қойып қойыпты. Тауапта жүрген кезде көрініп тұр жанында. Таң намаздағы бүткіл қажылар сол кісінің жаназасына қатысты. Бұл не деген сөз? Яғни бұл деген сөз, ол адамдар, жаңа кісілер, олар қажылықтан кейін Алла рахматына кетті. Былайша ол қалай адам өміріңді соған қарап, уклон жасап, сол тақуалыққа кішкене өзіңді тыйып, соған қарап жүрсең, Алла ешкімге қиянат қылмайтындығын айтады. Мен айтып жатқан сол, қалай өмір сүрсең, солай қайтыс боласың сен. Қандай қайтыс болсаң, солай тірілесің. Жаңағы кісілер қияметте ихраммен тіріледі олар. Тәлбие айтып тіріледі деген. Ләббәйк Аллахумма ләббәйк деп, қияметте сол қажылыққа киген ихрамдармен тіріледі ол кісілер. Алла жолында фисабилля шахид болды олар. Жаңа қажылар айтып жатырмын, бүгінгі таң намаздағы көрген жаңа мәйіттерді айтып жатырмын да. Соған бұл тақуалық деген солай екен, бұл бір күнде өзгеріп, адам бірде болып кете беретін нәрсе емес. Бұған өміріңді саласың сен. Яғни әрбір сәтіңді тақуалыққа арнасаңыз, Алла көмектеседі. Енді тақуалықтың 3 деңгейі бар дейді. Неше деңгейі бар? 3 деңгейі бар дейді. Бірінші тақуалық дейді, ат-тақуа минал азаб мухалат бит-табари мина ширк. Бірінші деңгей, тақуалықтың Алланың азабынан қорқып, Аллаға серік қоспай тыныш жүреді. Бұл да тақуалық. Демек, Аллаға серік қоспай күнәдан тыйылудың өзі, ол да тақуалыққа жатады. Бұл жайында Алла Тағала Құран кәрімде айтады, Фатх сүресінің 26 аятында. Ва альзамахум калиматул тақуа дейді. Олар тақуалық ұстап жүрген кісілер өздеріне сол тақуалық сөзді міндеттеп алған дейді. Тақуалық туралы көп сөзбен айтады, бірақ іске келген кезде, қазір төменде өтеміз, тақуалық амалдарды істей алмайды бұл адамдар. Бірінші деңгейдегі тақуа адамдар. Бұлар тек қана сол Аллаға серік қоспаумен ғана шектеліп жүреді, бірақ тақуалық жайында әңгіме айта алады. Дұрыс, тақуалық деген болу керек екен, Құдайдан қорықсайшы деп айтып жүре береді. Солардың сол сипатын Алла Тағала айтып жатыр. Олар сол тақуа деген сөзді ғана, құр сөзді өздеріне соны міндеттеп алған адамдар дейді. Екінші тақуалықтың түрі бар, екінші деңгей. Ат-тажаннуб ан кулли ма ю'сам мин фи'ли ау тирк хатта лис-сагайр андал қауым. Екіншісі күнә атаулықтың бәрінен тыйылып жүреді. Тіпті кішкентай күнә болса да, адамдардың арасында бұл күнә емес шығар деген кішкентай бір нәрсенің өзіне күнә деп есептейді де тыйылады сол адам дейді. Сондай нәрседен дейді. Бұл екінші деңгейдегі тақуа, жаңа бірінші тақуадан бұның деңгейі жоғары. Өткен бірінші қандай тақуа еді? Тек қана неден тыйылады? Күнәдан. Аллаға серік қосудан ғана тыйылады.
Аллаға серік қосып жүрген жоқпын ғой мен, болды дейді. Ол да тақуалыққа жатады. Ал мына екінші деңгейде тақуа, бұның деңгейі одан жоғары, бұл Аллаға серік қоспайды және күнә да жасамайды. Демек бірінші деңгейдегі Аллаға серік қоспайды да, бірақ күнә жасап жүре беруі мүмкін. Күнә жасап жүре береді. Әдепсіздік жасап жүре береді. Бірақ оның Аллаға серік қоспауының өзі ислам діні тақуалық сипатын беріп тұр да ол адамның өзіне. Ал екінші деңгейдегі адам қандай ол? Ол Аллаға серік қоспайды. Сонымен қоса күнә жасамайды. Күнәдан да тыйылады. Үшінші деңгейдегі тақуа бар, бұл бәрінен жоғары деңгей. Бұл кім десе, үшінші деңгейдегі ayunazzaha amma yashtaghilu sirruhu anillahi ta'ala. Wa hadhihi min hiya taqwa al-haqiqati matlubatin bi qawlihi ta'ala. Үшінші деңгейдегі тақуалық бұл жан дүниесін, жүрегін Алладан қорқып тыйылып жүреді дейді. Жүрекпен де тыйылатын адам. Тек қана қол аяғы сыртқы көрініс емес. Мына үшінші деңгейдегі бәрінен жоғары. Бұл жаңа айтқандай Аллаға серік қоспайды, күнә де жасамайды. Және ішіндегі жан дүниесі жүрегімен Алладан шын қорқады бұл. Өйткені Алла көріп тұр бәрін. Алла жүрегімдегін көріп тұрсың ғой деп жүрекпен тақуалық қылатын. Бұл өте үлкен деңгей. Расасам айтады. Алла Тағала сіздердің жыныстарыңызға, ұлттарыңызға, нәсілдеріңізге қарамайды дейді. Байсың ба, кедейсің ба қарамайды. Алла Тағала сіздердің жүректеріңізге қарайды деген. Жүрек есетін. Осы жерде не бар? Шын Алладан қорқатын амалың болса, Алла өзін көріп тұр оны. Сыртты қанша жылтыратып көрсеткенімен, бірақ мына жақ кір болса Алла сақтасын. Ол есептелінбейді. Сол үшін екінші бір хадисте Расулullah айтады, адам денесінде бір ет бар, ол тураланса, бүткіл денең тураланады дейді. Ол бұзылса, бүткіл денең бұзылып кетеді дейді. Ол не деген кезде, ол қалып деген. Ол жүрек деген. Демек біздің қол аяғымыз, бүткіл денеміздің жақсы амал істеуіне бірінші оны жасап отыратын жүрек екен. Осы жүрекке ислам діні қатты мән беруге шақырады. Жүрек тазалығы деген мәселе бар. Жүрек тазалығы. Сол жүрек тазалығы мен шынайы Алладан қорыққан адамның деңгейі не дейді? Бұл бәрінен жоғары тақуалықтың көрінісі осылай болады дейді. Енді Али радиаллаху анхудан сол тақуалық жайында сұраған кезде Али ибн Абу Толиб деген сахаба бар ғой. Сол кісі айтады. Хиел қауп минал жалил. Алладан қорқу деген Алланың ұлықтылығын құрметтеу дейді. Алла ұлы. Ол деген сөз, мысалы, былайша айтқанда, бір күнәні істемеуің, сен күнәдан қорыққандықтан емес, ол күнәдан тыйған Алланың ұлықтығынан қорыққандықтан сен күнәдан тыйыласың дейді. Yani Allah'tan korku değil, olsa bu dedi. Wal amal bi tanzil, yani Allah Teala tarafından düşen kitapka amal жасау dedi. Qanday kitap düştü? Qanday kitap var guys ortamızda? Kur'an. Demek Kur'an'a amal istеуің, сол taqvalығың sen dedi. Kur'an'da ne aytты саған? Amal істе. Allah neden қайтарды? Sen одан қайт. Namaz оқы dedi, зекет бер dedi, ораза ұста dedi, ата-анаңа уф деп кейіс білдірме dedi, арақ ішпе dedi. Жаңағыдай парамен айналыспа деді. Жаңағыдай не? Рибамен айналыспа деді. Міне осындай Алланың тыйымдарынан тыйылсаң, амал істесең Құранға. Тақуалығың сол дейді. Ол қанаат бил қалил, аз болса да қанағат етуің. Дұрыс, бұл деген сөз еңбек етпе деген сөз емес. Еңбек етіп жатсың. Кәдімгі жұмысқа орналассын, берген тапсырманы орындап жатсың. Бірақ соған Аллаға шүкір деп сен қанағат етуің. Yani Allah'ın berip atқан ризығына сен қанағат етуің, ол не ол? Ол тақуалығың. Yani оған қанағат етпесе, ода нәпсі қосылады онда. Арам болса да адамдар тағы да көбірек ақша табуым керек деп, арам жұмысқа кіріп кетіп жатқандар бар да. Біреудің хаққысына кіреді, біреуді алдайды, арбайды, тартып алады, ұрлап алады, басқа қылады. Ол тақуалық емес, ол пасықтық ол. Ал тақуа адамдар ешқашан біреудің арына, біреудің хаққысына кірмейді. Алланың беріп атқан нығметін әрине бағалайды. Соған не істейді? Қанағат етеді дейді. Ал-қанағат бил қалил, ол истиғдар лиауми рахил. Және кететін күніне дайындалып жүреді дейді. Аны кетіп қалуы мүмкін, міне кетіп қалуы мүмкін. Өйткені біздің кететін сапарымыз алдын ала ешкімге ол не істелінбейді, айтылмайды. Жаңа айттым. Кеше қажылыққа кеткен адамдар бәрі біз секілді. Бірақ не істеді олар? Болды, олардың тұздандары бітті. Олардың соңғы өмірі осы қажылыққа келуімен, аяқталуымен нүктесі қойылды.
болды, Алланың құзырына олар кетті. Бірақ олар да ойлаған еді. Олар да қазір біз секілді буынып түйініп сөмкелерін дайындап елге қайтамыз. Бала шағамды сағындым. Құдай бұйыртса міне санаулы күнде үйге қайтам деп жүрген кісілер де еді оларда. Бірақ не істеді? Олар кетті. Демек тақуалық деген сол кететін күнге, яғни дайындалып жүруіміз әрқайсымыз. Дайындық деген не? Жаңа айтып жатқан осы тақуалықтан болады. Яғни Алланың бұйырған намазыңды оқи бер, Алладан қайтарған ұрлығыңды жасама, қайт. Жасама. Зина жасама, арақ ішпе, темекі тартпа, наша шекпе. Денеңді былғама. Жүрегіңді таза алып жүр. Міне сол кететін күнге дайындық деген осындай мағынада болады дейді. Енді Сәәлә Хумам, Хумам деген ғалымнан сұралды. Сиф лил муттақин кәннаху анзур илейхим. Маған тақуалықты сипаттап беріңізші, ұстаз деп бір шәкірт ұстаздан сұрады. Сол кезде жаңа ұстаз тақуаларды сипаттай бастады. Фақал радаханху ал-муттақун хум ахлул фадаил деді. Тақуалық жайында сұрап отқан болсаңдар, ол тақуалар, ол ардақтылар ғой деді. Демек, тақуалық ұстанып отқан адамдарды ол ардақты болып есептелінеді. Құрметті. Яғни ол адамдар кейде мысалға қанша қымбат киінуі мүмкін, бірақ пасық болса, ол әдемі киім оған көріп бермейді. Бір адам бар, қарапайым киініп жүр, бірақ тақуалық киім киіп алғанда ол кісі өте жарасады. Адамдар қатты ардақтайды сол кісіні, құрметтейді. Неге? Өткен оның үстінде қандай киімі бар? Тақуалық киімі. Соны айтып жатыр шейх. Ахлул фадаил ғой деді. Олар өте құрметті адамдардың арасында Алла абыройын көтеріп қойған адамдар ғой деді. Солар жайында сұрап жатқан болсаң, оларды айтайын саған кім екен деді. Мантиқ оқымыл сауап деді. Ол тақуа адамдар сөйлеген кезде тек қана сауапты сөз айтады деді. Міне тақуа осыдан басталады. Отырып алып, көбірлеп сөйлей беруге болмайды да. Сөйлеңіз, бірақ ақиқатты айт. Сол отырған жанында адамдардың уақытын алмаңыз. Пайдалы сөз сөйлеңіз. Ол сөз не жаңа кәсіп, бизнеске қатысты болсын, пайдалы сөз айт. Не отбасыңа қатысты бір сөз болсын, бір ғибратты сөз алсын жаңа жастар. Не ақыретіңе. Яғни сондай сөз болсын, ол адамдар тыңдап отырған кезде, осылай істеуім керек екен ғой деп, өрде не алу керек? Ғибрат алу керек. Осы сөзді айтып жүрген болсаң, біл, сенде тақуалықтың сипаты бар екен дейді. Одан кейін тақуа адамдар таза киініп жүреді. Таза, өзіне жарасымды, ұқыпты жүреді. Тақуалық деген сол. Оны алдыңғы дәрісте айтқанбыз. Біз дініміз сондай, Аллаға шүкір, біз соңғы дінді ұстанып келе жатырмыз. Демек, мынау уақытша замандағы бүткіл таза нығметтердің бәрі мұсылмандарда болу керек. Таза киім ки, машинаң таза болсын, үйің таза болсын, бәрін жаңа үлгіде жасап ал. Анау кәпірлер мұсылмандар көріп қызығу керек. Мен де мұсылман болсам, мыналар сияқты боламын ғой, өмірім сондай жақсарады ғой деп ғибрат болу керек та мұсылмандар. Демек, тақуа адам жаңағыдай алба-жұлба шығып жүрмейді. Әдемі киінсін, өзіне жарамдысын болсын, және таза жүру керек. Бірақ ол қандай таза киініп, әдемі киініп жүрсе де, бірақ олардың көшеде жүріп келе жатқан жүрістері өте қарапайым, кішіпейіл жүреді. Осы жерде адамдар қателесіп жатыр. Қымбат бренд киініп алады да, талтаң етіп жүреді. Әдемі көше бір әкесінің сатып алған көше сияқты да. Басып кетемін дейді. Алдына былай тұр дейді. Жоқ қыз жіберемін дейді. Андай қыз жіберемін дейді. Ешкім жоқ қыла алмайды. Ол жаңағыдай үстіңе жаңағыдай Алланың берген нығметін пайдаланып жатсың ба, таза нәрсені, иә. Енді бірақ көшеге шыққан кезде қалай жүру керек адам? Тақуа адам кішіпейіл жүреді. Өте кішіпейіл. Кішіпейіл жүре алсаң, қазақ айтады ғой анау, семіздікті қой көтереді дейді. Кейде бізде осы жерден қателесіп жатыр да жастар. Біреуге сәл кішкене бір дүние нығметін басып құрала бастаса, бірден адам танымай кетеді дейді. Ағайын туыспен араласпай кетті дейді. Звондасаң телефон көтермей қойды дейді. Амандаспайды дейді. Сонда естиміз де кейде. Демек ол не ол? Ол пендешіліктің сипаты ол. Ондай болуға болмайды. Момын мұсылман адам олай болмайды. Бәлкім ғалымдар айтқан, адамға Алла Тағала сондай нығметті көбейтіп берген сайын жеміс ағаш секілді болыңыздар дейді.
төмен қарап иіле бер дейді. Кейбір жеміс ағаштары жеміс көп салғанын соншалықты иіліп сынады олар дейді. Анау терек сияқты қайқаймаңдар дейді да. Түсінесіз бе? Сол сияқты қазақ оны деп айтқан иілген басты қылыш шаппайды дейді. Міне Алла сол пендесін жақсы көреді де оған үйіп төгіп бере береді ғой негізінде. Ол иілген сайын Алла оған береді. Кейде ондай тақуа жігіттерді көріп халықта айтып жатады. Енді Алла да көтере алатын пендесіне береді ғой шіркін. Мына жігітке риза болдым мен дейді. Мүмкін оның орнында болсам дейді, мен білмеймін не болып кетер едім деген сөздерді естік кейде. Сонда ана жігіттің жаңағыдай бір Алланың берген нығметтері көп екен да. Бірақ ананың жүріс-тұрысын көріп, халық сөйтіп айтып жатады кейде. Мынаған жігітке риза болдым дейді. Алла шынымен көтеретін пендесіне береді ғой деп қояды. Саған да Алла беріп жатыр. Бірақ саған қазір аз беріп жатқаны неге? Сен сол аздың өзін көтере алмай жатсың ғой. Сен тақуа киімді киіп алып иіле бердің де, Алла саған үйіп төгіп береді. Дәл сол сияқты қылып. Ойында ма? Алланың беретіні бітпейді. Алланың беруінде шек жоқ. Алла ешкімге былай тиын санап бермейді. Берген кезде де үйіп төгіп беріп қояды. Сол үшін Алла Тағала кейде адамдарға жаңағыдай қысып аз беріп жатқанның өзі Алланың оған деген несі ғой, жақсылығы ғой негізінде. Өйткені оны қазір бірден беріп тастаса, не болады? Көтере алмай ол қуып кетуі мүмкін да. Қапшағайда казинодан бірақ шығуы мүмкін. Дүниені жалпағынан басам деп та мысалға. Сол үшін оны Алла қысып қойған мына жағынан. Сен тыныш осымен жүре бер. Жалған өмір ғой бұл деп. Демек, Алланың беріп айтқаны ол бітпейді, жаңа айтқандай. Кейде сол келе жатқан ризығымызды да күнә себепті өзіміз тоқтатпай тастайтын жанда Құранда аяттар бар сондай мағынада. Кейде өмір тақшылығын көріп жатқан адамдар болса, білсін, күнәні азайту керек олар. Күнәдан тыйылу керек мүлдем. Сол кезде олардың ризық есіктері ашылады. Алла оларға еселеп беріп қояды. Бірақ олар сол еселеп беріліп жатқан кезде осы тақуалық несін істеу керек? Жолын ұстану керек. Және ғадда абсаракум амма харамалла алейхим. Және олар Алланың арам еткенінен көздерін тыйып жүреді. Тақуалар. Алла нені харам етті? Жаман оймен қарау, көре алмаушылық көзбен қарау, оның бәрі арам. Тақуа адам көзін сондайлардан да тыяды. Көзіне бір нәрсе көрінсе, бірден оны жақсы ойға жорамалдай беру керек. Бауырым құтты болсын. Алла берекелі етсін. Алланың берген көлігін рахатыңа мін. Әке-шешеңнің қызметінде тоссын. Бұндай көлік астында тоссын деп не істеу керек оған? Оған айта бер. Оған көре алмаушылық көзбен қараса, ол не болады? Ол арам болады. Тақуа адамдар көздерін жаңағыдай арам еткен нәрседен яғни тыяды дейді. Және тақуа адамдар, олардың есімдері мына білімді адам ғой деген тізімде тұрады дейді. Халықтың арасында да. Демек, надан адам тақуа бола алмайды. Тақуалықтың бір белгісі, оның бойында не болады екен? Білім болады. Тақуа адамдар білімге ұмтылады. Білімге. Сол кезде халықтың арасында ол адамның есімі не деп айтылады? Пәленшені танисың ба десе, танимын ғой, өте сауатты жігіт қой ол дейді. Көзі ашық, обалмен сауатты біледі ол жігіт дейді. Риза болдым дейді. Демек, оның тақуалықтың бір белгісі бар ол адамның заты деген сөз. Және қайталап айтамын. Білімсіз надан тақуалық болмайды ешқашан. Яғни білімсіз ешкім тақуа бола алмайды. Ол надандық ол. Ол надандық. Тақуалықтың белгісі демек адам білімге ұмтылады. Білімді адамдар ғана тақуалықты ұстанады. Тақуалықтың жолын ұстанады. Мен 2012-де Мысырдан келдім. Мысырдан. Сол кезде мынау Алматыдағы орталық мешітте жаңағы дәріс берем. Оған қарама-қарсы Абу Ханифа деген медреседе сабақ берем. Біз оқудан келген жылы. Түсте сол бесін намаз екен уағыз айтып, сөйтіп бесіннен кейін, жаңағы уағыздан кейін дәрісім бар да Абу Ханифа деген алдында ғой жанында. Соға кетіп бара жатсам, бір жігіт звондап отыр қайда звондайды. Мен асығып баратырмын, сабағым басталу керек уже. Кім деп алау десем, бір жас жігіт ар жақтан дауыс ұстаз
арнайы сізбен жұбайыммен кейін кездессек дейді. Ой, бауырым, ренжіме, менде қазір сабақ медресе десем, қазір бізбен кездеспесеңіз дейді, онда біз айырылысып жатырмыз дейді. Мен мына жұбайымды келініңіз дейді. Сіздің алдыңызда соңғы сөзді айтуға әрең көндіріп келдім деді. Сізді айтқаннан кейін барып, жарайды, сол ұстаз айтса тоқтаймын деп келіп отырмыз деді. Орталық мешітке. Қазір сіз бізге кездеспесеңіз, бұл осымен біз кетеміз. Арада бала бар деді. Ой, бауырым, қайда тұрсың? Мен осындай, сен тұра беріңдер. Мен қазір жұмысқа ескертіп шығайын деп барып, орныма бір ұстазды тағайындап, жаңа сабағымның орнына. Сен менің орныма өте бер, мен сенің орнына өте саламын. Деп орныма белгілеп қайттым да, қайттан келдім жаңа жерге. Келсем, жап-жас бала, ана келдім, кішкентайлы болған, сәбилер бар алдарында. Кейін әңгімелесіп, кейін тыныштық па, не болды десем, жаңағы жігіт айтты, мынау келініңіз айтсыншы не болған деді. Кейін жаңа келінге, бұл тыныштық па, тез айтыңыздар, мен уақытым өте қысқа деп айтып жаттым ғой. Сөйтсем жаңа келініміз айтып отырып, сөйлеймін деп, өксіп жылайды да жаңа. Ой, су алып кел деп, сонымен салфеткасын беріп, суын беріп, сабырлыққа шақырып, кейін өзіне келді, кейін айта бастады. Біз осындай деген жерден келгенбіз, Алматы қаласына. Осындай Алматыда саудамен айналыстық, әлі де саудамен айналысамыз. Сонымен ағам деді, өз 3 бөлменің 1 бөлмесін бізге берді. Ақшаларымды квартираға жібермей, осы жерде тұра беріңдер. Ақшаларыңды жинап, кейін Құдай қаласа үйлі жайлы боласыңдар деп, ағам дейді бізге көмектесіп бөлмесін берді дейді. Кейін не болды? Сөйтіп жүргенде кішкентайлы болдық, міне көріп тұрғаныңыздай дейді. Мынау күйеуім дейді, жігіт айтып жатыр. Бұл дейді, сондай бір 40 күндік, 60 күндік деген бір жерге кетеді дейді. Бір кеткен кезде 40 күн жоқ болып кетеді дейді. 40 күннен кейін келеді де, анау пособие дейміз ғой, баланың жәрдемақы ма? Соны алып кетуге келеді келген кезде дейді. Маған ақша керек, ақшаны бер, мен кетіп барадым. Қайда кетіп барасың? Мен Құдай жолында дін таратып жатырмын. Ақиқат жеткізіп жатырмын халыққа. Кейін айтам деді, ұят емес пе? Ағамен де тұрып жатырмыз. Бір тиын беріп жатқан жоқпыз. Баланың памперсіне де ақша керек шығар. Сенің міндетің емес пе үйге ақша алып келу? Жоқ, сендерге Құдай жеткізеді, уайымдамаңдар. Сол баланың пособиесіне берген ақшаны маған бер, мен сол ақшаны қайда жұмсаймын деп жатыр ол? Алла жолында деп. Қараңыз, қайда кетіп қалған ғой бала. Соны жаңағы келін айтады, былай шыққан кезде ағамнан ұят болып кетті. Қанша ұрыс, жанжал. Сосын айттым дейді, осымен тоқтатайықшы осы нәрсені. Не нәрсе мынау? Сен еркек болып өзің міндетіңді атқармасаң. Мынау ағамен масылып отырсың, мынау екеуміздің. Өмірге бала келді. Деп, жаңа жігіт қарағанда анау келін ақылды екен да, субханалла. Кейін тыңдап болып жігітке қарадым, мынау айтып жатқан осындай ма десем, үндемейді. Кейін бауырым жаңағы, атың кім сен десем, пәленше дейді. Сен дінге қызмет ететін деймін, қандай медреседе оқығансың? Қай жерде оқыдың? Білім қайдан алдың деп сұрап отырмын ғой енді. Еш жерде оқымаған. Мамандығың не? Мамандығы осындай бір мамандықты айтты. Дінге ешқандай қатысы жоқ мамандық. Кейін айтып жатыр, сен мына жақтан не істеп жүрсің? Жоқ, енді дұрыс қой, сауап дейді. Саған тұрадым, мен саған қазір сауап әлі сұраған жоқпын сенен. Сен сауабың үйіңде ғой деймін да. Сенің қазір мынау үлкен аманат, мына дін жағын жеткізбей ақ қой. Сен үлкен, одан да үлкен аманатың, сен отбасың. Сен біреудің қызын алдың ғой аманат қылып, бала өмірге келді, аманат. Сен қазір мыналарға қарауың саған ең бірінші кезек күттірмейтін сенің міндетің, түсіндің ба деп. Соны ұзақ жаңағыдай бір ақыл кеңесімді айттым. Сол Аллаға шүкір, жаңа жігіт Құдай жүрегін ашып түсінді сол жерден. Кейін сонымен жақсы олар қосып, екеуі батамды беріп жібердім. Кейін бірнеше айдан кейін мен бір сообщение жазып жіберіпті, жаңа жігіт. Соның ұстаз, Алла разы болсын, қайттан жолымызды тауыптым, қайттан еліне қайтып кетті десем. Алматыдан қайттан еліме кеттім. Баяғы өзімнің саламат жұмысқа орналастым. Сондай бір надандыққа түсіп кетіп, қайдан білейін деп көп сөз жазып жаңа жігіт. Демек, бұл деген сөз, білімсіз адам ешқашан не болмайды, тақуа болмайды. Адам жаңағыдай керісінше өзінің істеуі міндет болған амалды жасамай қояды адам. Ол надандық дейді ол нәрсені. Шайтан надандарды өте қатты жақсы адастыра алады. Сол үшін тақуалықтың белгісі ол не екен? Білімді болу керек. Білім көзіңді ашады сен. Сол бойынша мына өмірдегі адам өзінің миссиясын орындай бастайды. Назалат анфусу минхум фил бала кама назалат фи раха.
Және ол тақуа адамдар, жаңа белгісі, мынау адам ешқандай бір басына бір қайғы қасірет дейміз ғой, проблема дейміз ғой. Қайғы келген кезде адам қандай халде болады? Түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден қалдым дейді ғой қазақ. Демек, жай барақат кезде де адам өзін нәпсісін сондай деңгейде ұстап жүреді дейді. Нәпсісіне келген кезде сондай деңгейде болу керек екен да. Жай барақат кезде де. Түсіндіре алдым ба? Yani проблема кезде адам жай барақат ұйықтай алмайды. Проблема болса адам отырып терлеп теуіп шай да іше алмай қалады. Ойының бәрі қай жақта? Проблемада. Бала сотталайын деп жатыр. Немесе бала жаңағыдай не болды, ота жасалып жатыр. Өлім мен өмірдің ортасында жатыр да балам. Мысалға деп жатырмын. Немесе жұбайы, немесе күйеу. Сондай кезде адам қандай халде болады? Алып ұшып, жаңағыдай ешнәрсе батпай. Демек, проблема жоқ кезде де тақуа адам өзінің нәпсісін бұла сыртқа білдірмейді. Бірақ нәпсісін сондай деңгейде уайымдатып жүреді. Нәпсісіне. Өткен нәпсі деген сондай ғой. Ол нәпсіге сәл былай жіберсең, ол нәпсі семіре береді. Оны ғалымдар айтқан, ол нәпсі деген түйе секілді деген, түйе. Түйе 1 тонна ма живой тірі салмағы? 1 тонна, мысалы орта есеппен де. 1 тонна түйені не мініп жүресің деген? Или ол түйе сені мініп жүреді деген. Енді 1 тонна түйені арқалап алып, ал өмірде жүріп көр енді. Қандай болады да? Сол нәпсі сен қайқырап басыңды бұрады, сен барып сол бәлеге кіре бересің барып. Сол үшін тақуа деген жаңағы не? Нәпсісін әрдайым сол тежеп жүреді. وَلَوْلَا الْأَجَلَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ طَرَفَتَ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى رَبِّهِمْ. Және жаңа айтылғандай, әрдайым тақуадан, яғни бір белгісі, әрдайым Алладан келетін хабар кеп қалады деп дайын жүреді. Мысалы айтса да, дайын отыр. Қазір бір 5-10 минутта такси кеп қалу керек саған, шақырып қойған десе, адам қалай отырады? Дайындалып отырады. Ұйықтай берейін, әйтеуір кеп алып кетер деп айтпайды ешкім. Қайдағы терезеге қарап, алаңдап, кеп қалу керек деп буынып, түйініп, сөмкесін дайындап қояды. Қазір келсең шығып кете салам деп. Мысалға да, өйткені ол тез таксиға мініп, аэропортқа бару керек, оның уақыты жақындап жатыр, ұшатын уақыты, мысалға. Сол сияқты тақуа адам сондай көріністе жүреді. Әні мін деген кезде кеп қалу мүмкін, кетіп қалу мүмкін. Ол адам не істейді енді? Демек, әрбір сәтінде шын қазіргі өмірмен сүру керек деген тақуа адамдар белгісі, қазір өмірмен. Яғни болашақпен емес. Болашақ ол Алланың еншісіндегі мәселе ол. Сіз ертеңге анау келесі жылмен бүгін өмір сүрме. Сен бүгінмен өмір сүр. Қазіргі намазыңды ойымда, ертең намаз ойламай әлі. Ертең намаз әлі келген жоқ саған. Сен бүгінгі намазыңды ойымда, қазір оқып таста. Бүгін қазір біреумен байланысқанда, онымен ренжісіп қалма, қаққысына кіріп кетпе. Қарызың болса беріп таста. Жаңағыдай көңіл ауыртқан болсаң, кешірімді сұрап қал. Тәубаңды істеп қал. Қазір нақты осы уақытпен өмір сүріп жүру керек адам. Ал кешке не болатынын Алла біледі. Ертең таңертең не болатынын Алла біледі. Бірақ шайтан да білесіз, адамды ұзақ қылып көрсетті ол нәрсені. Ой, әлі өмірің алдында қайда әлі? Деп адам ұзақ ойлаған кезде бүгінгі күні қалай болса солай кете береді. Анамен де байланысады, анам да қаққысын жей салады, мынаны да мына сыр жібере салады. Адам өріне көрмей үстінен таптап өткісі келеді. Өйткені оның ойы бойынша әлі алдында, әлі үлгірем бәріне. Кешірім сұрап та үлгірем, тәубама келіп та үлгірем. Бүгін намазды оқыса оқи салады, оқымаса оқымай қоя салады. Бірақ болашақта ана реттеп алайыншы жағдайымда. Намазды да оқи саламын дұрыстап деген бір, о да болашақта деген бір арман бар да. Бәрі реттелсін, сол кезде бәрі реттеп аламын дейді. Онда ешқашан болмайды. Болашақпен емес, не деп жатыр? Бүгінгі уақытпен, дәл осы уақытпен өмір сүруге әдеттен дейді. Азумал халиқ фи анфусихим фасағара ма дунаху фи айнихим. Және жаратылыс бар ғой, жаратылыс деген ең біріншісі адам баласы. Адам баласын, кез келген адам баласын өзінен жоғары көреді. Осы мына көршім, менен жақсы осы адам. Ешқандай күмән жоқ деп, кез келген адамдан сен өзіңді жоғары қоймайсың, оны өзіңнен жоғары қоясың. Сол кезде нәпсің орнына түседі. Оны ғалымдар былай дейді. Үлкен кісілерді көрсеңдер, үлкен, өзіңнен жасы үлкен ағаларымыз бар. Үлкен кісілерді көрген кезде оны сыйла дейді. Сен сияқты намаз оқымаса да, сен сияқты әлі бұлай қолшылыққа сыван кірісе алмай жатқан болса да,
сен оны сыйла дейді. Неге десе, өйткені оның саған қарағанда сауабы көп дейді. Яғни өмір көп қой, значит, саған қарағанда көп өмір сүрген адамдар да олар. Бәрібір де саған қарағанда оның несі көп ол адамның? Сауабы көп дейді. Өзіңнен кішкентай адамды көрген кезде оның үстін таптап тәкаппарланба дейді. Таптап өтіп кетпе үстінен. Кішкентай өзінен жасы кішілерді көрген кезде оны да ізет деп, олармен де дұрыс мәміле қыл. Оларға келгенде нәпсіңе былай деп айт дейді. Мынау кішкентай маған қарағанда күнәсі аз ғой деп айт дейді. Енді мен Құдай кешірсін мені. Ана ініме қарағанда мен көбірек өмір сүріп келе жатырмын ғой. Ініме қарағанда менің нем көп? Күнәм көп. Алла мені кешірсін. Деп кішілермен де осындай нәпсіңді сындыру жолдарын айтады. Құлубукум махзунатан. Және тақуа адамдардың сипаттарын айтып жатыр. Бұлай көрінісі күлімсіреп, адамдарға шырайлы жүзбен, ешкімді қорқытпай, үркітпей, әдемі болып көрініп жүре беру керек. Бірақ ол адамның жүрегі әрдайым қобалжып тұрады дейді. Жүрек. Яғни жүректе жай барақат жүруге болмайды. Жүрек Аллаға қобалжып тұру керек. Алла мені кешір. Алла мені кешір. Деп жүрек әрдайым зікірде, истиғфарда жүреді. Бірақ сол қобалжығанда кейде біз жүзімізден көрсетіп жібереміз адамдарға. Елдің бәрі, не болды, қабағың түсіп кетті ғой дейді. Жоқ, олай көрсетуге хақымыз жоқ. Адамдарға шырайлы жүзбен жүреміз. Бірақ жүрегімізде не болмау керек? Жүрегімізде ондай қуаныш, бір керемет тұруға болмайды. Жүрегімізде қобалжу тұрады. Өткен жаңа айтылғандай, мына өмірден біз сынақ өмірден өткен жоқпыз. Біздің әлі нәтижеміз айтылған жоқ. Мысалы, емтиханнан өткен адам, жаңа балалар, емтихан нәтижесін күтіп жүреді. Анау нәтижесі шығыпты, өтіпсің ғой, сен грантқа түссің ғой дегенге шейін, жаңа абитуриенттер не істей алмайды, қуана алмайды. Былай сыртқа бете күліп көрініп жүргенімен, бірақ ол қобалжып, ішінде жүрегі қашан нәтижең шықты, құттықтаймын деген сөз естігенге дейін, ол жүрегі қандай болады? Қобалжуда болады. Міне тақуа адамдардың жүрегі осындай болады дейді. Ва шурурухум мамунатан. Және тақуа адамдар ешқашан адамдарға зиян бермейді. Сөзімен де, іс-әрекетімен де біреуге не бермейді? Зиян бермейді. Кейде айтып жатады, мысалға, жаңағыдай бір көлігімді дейді, бір дүкенге кіріп шыққан дейді, біреу көлден көлігін қойып кетеді дейді, артына дейді. Не көлікке телефон жазып кетпеген дейді. Тұрдым дейді, енді бір жарты сағат уақытын бекер кетті дейді. Бір уақытта шығады дейді, біреу талтаң кетіп. Брата, мынау не сен? Десем, не болды соншама? Деп өзіме әңгіме дейді. Қараңыз. Олай зиян беруге болмайды, оның бәрі харам болады. Тақуа адам ешкімге не бермейді? Зиян бермейді. Жаңа айтқан сөзімен де, іс-әрекетімен де. Болмайды да ондай. Орын жоқ па? Демек, ол жерге қойма машинаңды. Қойсаң да номерін жазып кет, телефонын қалдырып кет. Звондаса тез ал. Бауыр, міне келе жатырмын, айып етпе деп жүгіріп келді, машинаны алып қайттан шығарып жіберді, қайта орнына қойып қой. Бар ғой, варианттар бар ғой. Вариант жаңағыдай емес қой енді. Кәдімгідей бір көлденең қойып, жаңағыдай әңгіме айтады дейді. Не болды соншама деп. Дегендей дейді да. Енді анамен жас төбелестікке кеп тұр дейді бәрі. Нәпсім оянып тұр дейді. Құлақ шекеден тартқым келеді дейді. Бірақ жаңа жігіттер намазхан болған екен, қоя саламын дейді ана жерде. Жарайды, алшы машинаңды деп. Әрең өзім ұстап шығып кетемін дейді. Соны өткенде сұрап жатыр да жігіттер. Ол қалай болды дейді. Сол үшін бауырлар, жаңа айтқандай тақуалық деген демек тым болмағанда біреуге пайдаң тимесе де зиян бермеуің керексің. Тыныш өзің жүре бер. Пайдаң тимей-ақ қойсын ешкімге. Біреуге зиян бермеуінің өзі сенің пайдаң сол. Өзіңмен өзің да. Міне тақуа адамдар сондай болады дейді. Ва ажсадихим нахифатан. Вот керемет тағы бір сипаты бар екен тақуаның. Тақуа адамдардың денесі тартымды болады дейді. Қарын жоқ, салбырап кетпеген, артық салмағы жоқ. Башқаңызда формада жүру керек екен да. Абдулла қарын тартып жатырмын. Көрдіңіз ба? Демек, быт deyip семіріп алу, демек ол тақуалықтың белгісі емес бауырлар. Менің алдым бір дәрісте айтқам, жігіттерге әрдайым айтып жүрем. Ұят болады. Расылсам қарын қоюдан қайтарған. Момын мұсылман адам күшті болу керек. Білім жағынан, ақыл жағынан да, байлық жағынан да, және дене бітім жағынан да спортпен айналыс. Қара өзіңе, қара. Міне айтып жатырмын жерде шейх, тақуа адамдар не болады?
тартып денесінде артық май жоқ, артық ет жоқ денесінде кәдімгідей өзінің қалпында жүреді дейді. Көрдіңіз ба? Ол тақуа адамдарда ғана сондай белгі болады дейді. Ал тақуасыз адам болса, оны жаңағыдай салмақ қосып алады. Мен өткен дәрісте айттым бір жерде. Былайша айтқан кезде мен байқауымша, жалпы қазір қоғамда бір нәрсе қалыптасты бізде. Көп азаматтар, ер азаматтар, әйелдеріне көп сын қойып жатыр. Енді былайша айтқанда әйел адамдардың семіріп кетуі, ол айып болып есептелініп жатыр да қоғамда. Ер азаматтардың семіруі ол нормально. Ол айып емес. Мысалы бір ер азамат ана Ақтауға ма, или бір мына жаққа Көкшетауға ма бір 10 күнде жүріп келсе, сапармен немесе демалысқа барып, сөйтіп семіріп, беті жылтырап келсе, ауылда не деп айтады ол жігітке? Ой, саған Көкшетау жағыпты ғой дейді Бурабай. Мынаған жағыпты дейді. Ал мына жақта сөзбен айтатын болса, ол жаққанның белгісі емес ол. Адамның салмақ қосып беті жылтырауы, оның тақуалығы азайды деген белгі екен. Түсіндің ба? Ол үшін сондай нәрсені, демек, әйел кісілерге де сондай талап қойылды ма? Ер азаматтар да соны білуіміз керек те, бізге де айып болып есептелінеді. Яғни шектен тыс салмақ қосып алып жүру, жаңа айтқанда абырой емес ол. Және ол бір қалыпты жағдайға да айналдыруға болмайды. Ол кәдімгідей былайша айтқан кезде дабыл қағатын мәселе. Ер азамат салмақ қосты ма, оның қарны шығады. Қарны шықты ма, ол маубас болады, көп ұйықтайды, көп тамақ жейді, көп су ішеді. Бір-біріне қатысты процестер ғой. Сөйтіп жүрген кезде адам көп мына өмірде өзінің адамдық миссиясын орындай алмай қалады, жатып ұйықтай береді, маубас болады. Қолы босаса ұйықтаймын дейді. Біз кейде байқаймын ғой. Жексенбі күні демалыс не істейміз деп кейде сұраймын ғой. Сол демалайын деген едім дейді. Оның демалайын деп тұрған не ол? Телефон сөндіріп тастап ұйықтаймын дейді. Ол демалыс емес ол. Ол демалыс емес. Демалыс деп қалай айтуға болады? Демалыс күні сол тауға шық. Алматыда болсын тауға бар. Қыстың күні болса шаңғы теп. Жаздың күні болса тауға шығып, көкке шығып, аяда өзендер бар. Қарап, кішкене демалып, атқа мін. Соны демалыс деп айтылады. Демалыс сол. Бірақ ол маубас болып ұйықтай беріп, ол не емес, ол демалыс емес. Соны шейх айтып жатыр, демек, тақуалардың сипатының бірі не болады екен ол? Артық салмақ қоспай, қалыпты өзінің мынау көрінісінде жүреді. Одан кейін, وَحَاجَتِكُمْ خَفِيفًا, және тақуа адамдардың ешқашан біреуге салмағын салып қойып, қажетті болып жүретін адамдар болмайды дейді. Кейде бір адамдар болады. Біреудің мойнына асылып мініп алғанда, бір мәселесін көмектессе, екіншісін үшеуін қосып береді. Бауыр, мен мынаны да реттеп берші, мынаны да реттеп берші. Жоқ, тақуа адам ондай болмайды. Тақуа адамның қажеттілігі адамға салмақ салмайтындай деңгейде, сондай деңгейде болады дейді. Ойбай, аға, сізге бір көмектесейінші. Бізде не қызмет десе, бір қарапайым кішкентай ғана бір. Жарайды, ниет қылып қойған әкесін, мына нәрсені қараш енді бір жеңіл. Демек, тақуа адамдар біреуге масыл болмайды деген сөз. Ол да тақуалықтың белгісі. Біреудің мойнына масыл болып мініп алу, ой, мына көмектесем деп айтты деп, оны дагансыға апарып тіреп тастау, ол тақуалық емес. Тақуа адам не екен? Адамдарға жаңағыдай масыл болып, қажеттілігімен кіре бермейді. Қажеттілігіңді Аллаға айтасың. Әрекетіңді жасайсың. Ол қажеттілігін өтегенше сабырлықпен тақуалықтар күтеді. Жәрдемді Алладан күтеді тақуа адамдар. Адамнан емес. Және анфусакум афифа. Және тақуа адамдардың жаңа сипаты, олардың жан дүниелері кешірімді болады. Ешқашан қатты кетпейді. Біреумен ренжісіп қалса, сөзге келіп қалса, бар ғой пенде. Пенде болғаннан кейін кейде адамдар бір-біріне сөз айтып қояды. Бір-біріне жаңағыдай бір мәселеге түсінбеушілік болып қалады. Пендеміз ғой бәріміз. Сол кезде мына тақуа адамдар не істемейді? Анфусакум афифа, олар кешірімдік жолды ұстанып тұра береді. Яғни қатты кетпейді олар, қатты ренжіспейді, көңіліне алмайды. Келесі күн көріп қалсаң, ассалаумағалейкум, бауырым қалай, бәрі дұрыс па деп, кеше түк болмағандай жүре береді. Тақуа адамдар. Ана адамның өзі таңғалады. Мен ренжіп жүрме десе, нормально жүр ғой мына кісі дейді.
Иә, өткен тақуа адамдар ғана сондай болады. Тақуа адамдар ғана. Қайтады ғой, анау жас адамдардың жаңағыдай мінез дейді, ана бір көйлек кепкенше дейді ғой. Шай орамал дейді ма? Шай орамал кепкенше дейді. Шай орамал қазір жуып, іліп қойсам, бірден кеп қала ма? Демек адамның көңілінде тақуа адамдар сондай болады екен. Көңіліне алмайды. Оны емдеудің жолын былай дейді ғалымдар. Бір адам ренжісең, жаңағыдай бір сезуге келіп қалсаң, оған үкім бермей тұрып, одан 70 үзір іздеңдер деген. Байқамай қалған шығар, асығыстық болған шығар, бір жағдай болып қалған шығар. Ол жағдайдан оның орнында мен де болса, мен де сөйтетін едім ғой. Құдай оны кешірсін деп, сөйтіп тізіп, бас аяғын нешеуге жеткізу керек? 70-ке жеткізсең, өз жауап шығады дейді. Соңында қоя саласың дейді. Дегеннен бәрден адамдар тұра жүгіріп үкімін шығаруға дайын болып тұрады ғой. Анау оңбаған екен дейді. Тұра тұр, оңбаған деген үкім бермей тұра тұрсың сен. Сұрастырайық та не болып жатқанын. Тақуа адамдар не болады екен? Демек, кешірімді жолды ұстанып алып, олардың жан дүниесі өте сондай жеңіл қабылдайды. Кез келген ауыр мәселені. Сабару айяма қасиратын ақибатукум рахатан тауилатан. Мынау қысқа өмірге, жалған өмірге тақуа адамдар сабырлықпен өткізеді. Есесіне қиямет мәңгі ғой. Есесіне ұзақ рахат көру үшін қысқа өмірге сабырлық жолды ұстанады дейді. Демек, сабырлы болудың өзі тақуалықтың бір сипаты екен. Сабыр ет. Өтеді де кетеді. Ғалымдар айтады, бұл адамның өмірі түн мен күн секілді дейді. Түн келген кезде қиыншылық деп біліңіздер, сабыр ет. Алла бұйыртса, ертең не шығады, ертең не келеді? Күн шығады ертең. Түн болып тұра бермейді сенің өмірің. Ертең күн келеді, Құдай қаласа. Күн де шығып тұра бермейді. Қайттан оның артынан не келеді? Қайттан түн келеді. Демек, қуаныш пен қайғы осылай қатар жүреді деген да ғалымдар. Демек, тақуа адам бұл өмірде сол қысқа өмір екенін біліп тұр, сабырлық жолды ұстанып алып, альхамдулилля, Аллаға шүкір. Ең маңызды әйтеуір, Алла мені иман исламнан айырмасын деп, сол иман байлығын соған керемет болып, мына қысқа өмірде сабырлықпен Аллаға жақындап кете береді. Сол жолдан таймастан. Одан кейін тижаратакум рабихатан сайруха лакум раббихим. Және тақуа адамдар әрбір өмірдегі әрбір сәттерді анау табыс тауып жатқан саудагер секілді жүреді дейді. Мысалы, саудагерлер алдында көп сататын заттары болуы мүмкін. Әр қайсысына ол не табады ол? Не табады? Табыс табады ғой. Так, мынау мынанша қойдым дейді. Мына товарыма мынанша қойдым дейді. Мысалы, ешкім тегін жұмыс істемейді ғой. Сол сияқты тақуа адам өмірдің әрбір сәтінен саудагер секілді сауапты алатын жағын ойлап тұрады дейді. Кез келген сәтте. Қазір сен ол жағын ұстанбасаң, онда оның екінші жағы, таяқтың екінші ұшы бар. Онда күнә аласың сен. Не ойдан сауап аласың, немесе күнә аласың да, екеуін біреу болады. Ал тақуалар саудагер секілді әрбір сәттен, әрбір мүмкіншілікті сауап алып қалатын жолды сол жағын қарастырып тұрады дейді. Одан кейінгі сипат. Арадатухум дуния фалам юридуха. Және тақуалар былай сыртқы көріністері мына дүниені қалап тұрғандай көсіліп жұмыс істейді. Бизнесті ашқан, шаруаны жүргізіп жатыр. Егін шаруалары бар, мал шаруашылығы бар, мына жақта саудасы бар, тағы бір өндірістерді ашып жатыр. Былай көрінісін қарасам дейді ана кісінің. Мына дүниеге бір керемет бір қолшының кіріскен сияқты көрінеді дейді. Бірақ олардың жүрегінде бұл дүниені қалап тұрған жоқ олар дейді. Тақуадан бір осындай болады дейді. Мысалы, Абу Ханифа рахмахуллар, Абу Ханифалар өте үлкен бизнесмен болған ол кісі. Абу Ханифа. Бірақ ол сол бизнестерімен не болды ол? Былай айтқан кезде Алла соған жеткізсін да, мен де әрекет қылатын қазір бір-екі шаруалар бастап жатырмын. Дұға тұрыңыздар иншалла. Абу Ханифа рахмахуллар беріп жүріп қызмет қылған ғой дінге. Мысалға да, ол сондай саудагер, мықты бизнесмен болған, сол бизнес саудалары мен шәкірттеріне беріп жүріп, үлкен шәкірттер тәрбиелеп шығарған ол кісі. Алла соған жеткізсін да ұстаздарды. Яғни беріп жүріп дінге қызмет етеді да. Алып емес. Адамдар кеше кеңес дәуірінде бұл дін саласындағы адамдар, ұстаздарды, молдалар деп оларды төмендетіп, адамдардың
арасында жаман сөздерді таратып тастағанда, әлі күнге шейін адамдар молда, имам, ұстаздар деген кезде өте қысқа ойлайды. Олар тек қана ала береді, олар тек қана жатып ішер, жалқаулар не жұмыс істемейді деп, әлі сондай солардың айтқан сөздер әлі жүріп жатыр да халықтың арасында. Деп ол дұрыс емес ол. Мұсылман адам олай ойламайды. Бәлкім тақуа адамдар не істейді? Мына дүниені кәдімгідей кіріседі, сыбанып тұрып кіріседі. Сыртқы көріністерімен кәдімгі істейді, шаруаның бәрін асып бастайды. Ал бірақ ар жағындағы жүрегінде дүниені қаламайды олар. Енді дүние не үшін ашып тастады десе, не істейді оны? Не істейді оны? Демек адам қол ұзарғаннан кейін көптеген жобалар істей алады, көптеген адамдарға көмектесе алады, ақыретінде көп сауап жинай алады. Демек тақуа адамдарда осындай белгі болады дейді. Одан кейін асрадакум фафадду анфусакум минха амал лейл фасафуна aqdamakum юраттилуна ажзал Құран тартилан. Және олар өздері жеке қалған кезде, тақуа адамдар жеке қалған кезде көздерінен жас алып жылайды олар. Раббысымен жалғыз қалған кезде не істейді? Жылайды. Мынау білесіздер, хадисте ол дәрісте айтылған, қияметте сол махшар әлемінде ешқандай көлеңкі жоқ жерде Алла Тағала неше адамны шығарады дейді махшарда? Көлеңкісіне 7 адамды. 77 емес, 7 адам. 7 адамды сол аршының көлеңкісіне шығарылады деп келеді. Соның ішіндегі бір сипаты осы жерде келіп тұр. Жалғыз қалған кезде жылайды. Алла мен Аллам жалғыз қалады түнде. Елдің бәрі ұйықтап, тынышталады түнде. Сол кезде сен намазыңды оқисың, тәубаңа келесің, дұға қыласың, өткен өміріңді еске аласың, болашақта Алланың құзырындағы өміріңді есіңе аласың. Сол кезде тақуа адамдар жылайды еңіреп тұрып. Ол жылаудың өзі де не екен ол? Ол тақуалардың бір сипаты екен. Және олар түнде құлшылық қылумен бірге Алла Тағаланың Құранын ашып, Құран оқиды дейді. Юраттилуна тартила дейді. Құран оқу. Демек, Құран оқи алуымыз ол тақуалықтың сипаты екен. Құран оқу. Яғни Құран оқимайсың ба? Демек, сенде тақуалық сипат жоқ сенде. Молдекең шақырып оқытқан ғой Құран дейді. Сен неге оқымайсың? Қазақша мағынасында ма? Қазақша мағынасында оқи берсе болады ма? Қазақша мағынасында оқи беру керек, бірақ бұл жердегі тәртилен болу үшін араб тіліндегі нұсқасында оқу керек. Өйткені ол араб тілінде 28 әріп бар. Мысалға бір сының 3 түрлі с бар. Кәдімгі с бар, сақалы th бар, жуан сот бар. Ол кириллицамен жазылған кезде бәрі бір сығып жазып жатыр. Ол бір сының орнында екінші с жазылған кезде араб тілінде мағына өзгеріп кетеді. Мен әрдайым айтып жүремін, мысалға қамат айтқан кезде кейде жігіттерге айтамын да ескертіп. Хайя аля-сәлә, хайя аля-сәлә дейді. Ол хайя аля-сәлә деген намаз емес ол. Хайя аля-сәлә сотпен айтса ол намаз. Мысалы Құранда ақимус-сәлә ва атуз-зәка дейді. Намаз оқыңдар да зекет беріңдер дейді. Сол ақимус-сәлә болу үшін хайя аля-сәлә деген намазға келіңдер, намазға келіңдер, құтылуға асыңдар деген сөз бар ғой қаматта. Сол жерде кейбір азаматтар ана кириллицамен жаттап алған ғой деймін. Хайя аля-сәлә деп тұрады да, мен айтамын. Жоқ, хайя аля-сәлә емес. Хайя аля-сәлә, сол. Жуан солмен айтасың. Сол намаз. Ал сә ол намаз емес. Демек, юраттилуна тартила Құран болу үшін оны араб тіліндегі нұсқасын оқу керек. Оған кәдімгідей уақыт бөлу керек. Ұстаздың алдында отырып, оны үйреніп алу керек. Тәжвид қағидаларын бәрін меңгеру керек. Құранды нақышына келтіріп оқыған кезде жігіттер, біліңіздер, бұл сафир деңгейіне көтерілді деп айтқан Расулаллах. Сафир деген бұл Жабраил алейхиссалам. Құранды кәдімгідей бабына, нақышына келтіріп оқитын адамдар, Жабраил періште қандай Құран оқитын болса, сондай деңгейге көтеріледі деп айтқанда хадисте. Ал ежелеп әрең оқып жатқан адамдар 2 сауап болады деген. Біреу ежелеген үшін дейді, екіншісі оқыған үшін дейді Расулаллах айтады. Сол үшін ежелеп бастағанбыз бәріміз. Ежелеп оны оқи беру керек, оны түрте беру керек, оны дамыта беру керек. Алла ашып жібереді зиқыныңды, білімге деген құштарлығыңызды. Қарасаңыз, санау уақыттан кейін Құранды зуылдатып оқитын боласың. Ал Құранның бетінен оқығандағы ләззатты оны айтып кеткізу мүмкін емес. Оны оқыған адамдар ғана сезеді береді. Қандай процесс жүріп жатқанын ше. Сол үшін тақуа адамдар не істейді екен түнде? Алламен жалғыз қалған кезде жылайды, намазын оқиды, Құранын оқиды дейді.
Құран оқып жүруде бұл тақуалықтың белгісі екен. Одан кейінгісі яхзунуна бихи анфусакум ва ястасируна бихи дава дайым. Және әрдайым мынау нәпсілерін тежеп, сол нәпсі азғырған кезде оның беретін емінің дәрісін беріп жүреді дейді. Дәрісін бересің. Өткен нәпсі де жаңағыдай бір жаман нәрсені көрген кезде ол бірден соны істегісі келіп тұрады. Оның емі қалай болады? Оның емі тақуалықпен болады екен. Ол нәпсін тәрбиелеудің бірде-бір жолын айтады. Міндетті түрде қарамаған нәрсені істеп отыру керек. Қарамағайша. Антоним бар ғой. Мысалға, нәпсің келді де, тамақ ішіп болғаннан кейін, бір ұйықтап алайыншы деп тұрса, сен қарамағайшыны ұстану керексің сол жерде. Не істеуің керексің? Мен ұйықтамаймын деп тұрып кет. Тұрып кет деп жатса, бір жерде. Мен ұйықтаймын деп ұйықтау керек та. Ұйықтайтын жерге келген кезде. Мысалы, түнде кейде ұйықтайтын кез келген кезде нәпсі ұйықтатпайды сені. Телефон қара дейді, анау дейді, мынау дейді, әрдеңені көріп, 2 сағат уақытын алады. Сол 2 сағаттың кесірінен сен тахаждқа тұра алмайсың. Оның аржағы таң намазға көзіңіз әрең тұрасың, тұрсаң еще. Тұрамасаң ол да жоқ. Сосын сұрақ қойып жатыр. Ұстазы таң намазға тұра алмай қалып жатырмын, не істеуім керек дейді. Ерте жат бұл үшін. Ерте жат, денеңде хаққысы бар ғой. Сол үшін нәпсі, жаңа айтып қалса, нәпсіге қарама-қайшы жол ұстану керек. Яғни түнде жаңағыдай тұр десе, ұйықтап қалу керек. Күндіз ұйықта десе, тұрып алу керек та. Жоқ, ұйықтамаймын мен. Деп кітап оқу, спортпен айналыс. Пайдалы нәрсеге шығып кет. Кездесуге кетіп қалу. Яғни күндіз жүріп алу керек та ары бері. Алла сақтасын жігіттер. Ертең қияметте сондай өте қатты пақыр кедей адамдар болады дейді. Ол кімдер десе, мына өмірде көп ұйықтаған адамдар дейді. Өзінің қатарларын қаншама ізгі амалдарды істеп сауап жинаған, және мына дүниесінде көп жаңағыдай шаруаларды реттеп алған. Ал ұйықтаған адам не істейді? Қалып қойған көп нәрседен. Сөйтеді де сол жалқаулығын мойындамайды да, өмірінің соңында оны кімге жабады оны? Аллаға жабады. Алла енді мені өйстіп жаратқан болса, мен не кінәм бар дейді. Яғни досым енді Алла сондай нығметті үйіп төгіп беріп қойған болса, мен не кінәм бар дейді. Ол дұрыс емес бауырлар. Яғни жалқаулығыңды мойындамай, өзің жаңағыдай амал жасамаған Аллаға жауға болмайды да, тағдырым сондай болды ғой деп. Жоқ. Тағдырың өзің қолыңда сенің қазір. Сауап істеймін десең де Алла саған беріп қойды еркіңді. Істемей күнә істеймін десең де өз еркің. Міне тағдыр. Өз еркің. Қаласаң таңда деп жатыр Алла тағала аятта. Қаласаң мұсылман бол, қаласаң кәпір бол дейді аятта. Сол үшін Абай атамыз не дейді? Алла тағала байлықты жаратты, кедейлікті жаратты дейді. Бірақ Алла сен кедей қылған жоқ дейді. Абай атамыз айтады. Алла тағала денсаулықты жаратты, ауруды жаратты дейді Абай атамыз. Бірақ Алла сені ауыртқан жоқ дейді. Не дейді? Біреу ауырып қалса, енді Алла мені ауыртты деп айтуға болмайды да. Қазақ міне шариғаттан алған ғой бабаларымыз. Ауру астан, дау қарындастан дейді. Әулетте бір дау шығып жатса, оны жай зерттеп қарасаң, бұл даудың басы қайдан келген? Қарындастан келген да. Өйткені қарындас бәрі өзінің үйі ғой. Кеп жеңгесіне тиіседі, келінге тиісуі мүмкін, шыңшып алады, сөзбен жаңағыдай бір сөздер айтып жібереді. Соның арқасы жаңағыдай дауға ұласып кетеді да. Қазақ сөйтіп айтқан. Ауру астан, дау қарындастан дейді. Ауру астын ба, асыңды ретте, уақытымен тамақтан, пайдалы тамақ же. Асқазанды тұра бермей, 3-ке бөліп ал. Тамақ, су, ауа, хадисте келген бойынша да. Қараса дейін сауырма. Жарайды. Демек, не істейді? Нәпсінің не істеу керек екен? Нәпсі оның емін емдеп, уақытылы. Бірден дәрісін беріп жүру керек дейді. Адам ауырып қалған кезде денең мысалға. Келесі жылы қалдырмайсың ғой. Мысалы, адам денсаулығы ауырып жатса, не істейді? Бірден емделіп, дәрігермен ақылдасып, дәрі қабылдайсың ғой. Сол сияқты нәпсі де ауырып жатқан кезде бірден оның дәрісін беру керек. Жаңағыдай. Оны тақуалар осындай амалға іске асырады дейді. Одан кейін فَإِذَا مَرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقُ رَكَنُوا إِلَيْكَ طَمْعًا وَتَطْلَعَتْ نُفُوسَكُمْ إِلَيْكَ شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّكَ نَاصِرٌ أَعْيُنِهِمْ.
және Құран аяттарын естіп қалған кезде тақуа адамдар жәннат аяттарын естіп қалса бәрден үміт етіп қалады дейді. Алла нәсіп етші деп. Тозақ аяттарын естіп қалған кезде Алла өзің сақта. Мен бала шағамды сақта, ата-анамды сақта, туыстарымды сақта, Алла тозақ отынан деп аяттарға үңіледі дейді тақуа адамдар. Бұлай Құран оқып жатқан кезде деп көбілеп әңгімелесіп отыруға болмайды. Құран оқылды ма, адам құлақ түру керек. Аятта Алла не дейді? Ида қуриял Құран фанситу фастамиу лааллакум туфлихун дейді. Құран оқылған кезде ауыздарын жабыңдар да тыңдаңдар дейді. Құран тыңдап жатсың ба? Демек оның мағынасына жаңа айттық қой, демек бірінші дәреже оның араб тілінде нұсқасын оқуға әрекет жасау керек. Енді онымен шектелмеңіздер. Екінші дәреже Құрандағы оқып жатқан аяттың мағынасын түсінуге әрекет жасаңыз. Халифа атамыздың аударған нұсқасы бар. Аударма ол енді бірақ. Тәпсір емес ол, аударма. Аудармасын тым болмаса намазда оқып жатқан сүре мағынасын біліп алыңыздар. Не оқып жатқандарыңызды. Не оқып жатырмыз намазда мен деп. Кейін сол мағынасын біліп алғаннан кейін онымен де шектелмеңіздер. Бұл үшінші дәреже. Енді ұстазбен соның тәпсірін оқып алыңыздар. Өйткені ол тәпсірді сол аятқа қатысты терең көп байлық айтылады ол жерде. Көп рухани азық беріледі. Бір аяттан қаншама дүние айтылады. Соны тәпсір деп айтылады. Міне тақуа адамдар не істейді екен? Соны жаңағыдай тәпсірлерін қарап алып, аяттарды тыңдап естіп қалған кезде бірден жаңағы мағынасын біліп тұр ғой. Үміт ете бастайды. Жәннат айтылса, Алла нәсіп ет деп. Тозақ айтылса, Алла өзің сақта деп. Міне осындай деңгейде Құранға осындай мән береді дейді тақуа адамдар. وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَسْقُوا إِلَيْهَا فَسَمِعُوا وَظَنُّوا أَنَّ زَائِرَ جَهَنَّمَ وَشَقِيقُهَا فِي آذَانِهِمْ. Өткен жаңағы тозақ аяттарын естіген кезде тақуа адам тіпті құлағының алдында тозақтың шатырлап жанып жатқандығын естіп тұрғандай сезінеді дейді. Шатыр етіп та, мысалы от жанып жатса, қалай болады құлағында? Ол тозақтағы шатырлаған дауыстар өте қатты болады деген. Ол өткені, мысалға енді Құдай сақтасын, бір жерде бір өрт шықса, мысалға да, өте дауыс жаман ғой. Гүрілдеп тұрып, мысалға ағаш орман жанса, жаман дауыс бар, гүрілдеп тұрып. Ал бірақ одан да қатты үрейлі оттың дауысы бар. Ол қандай десе, оны Алла Тағала Құран кәрімде айтады, біліп қойыңдар. Тозақтың оты адамдар мен тастардан болады деген. Ол қатты жанады, оның дауысы мүлдем басқа екен. Адамдардың жанған сүйектерінің шатырлаған дауысы ол өте жаман үре береді екен. Ана ағашқа қарағанда. Соны Алла Тағала Құран кәрімде жеткізді. Демек, тақуа адамдар сонда аяттарды естіп қалған кезде тіпті тозақтың дүңгірлеп шатырлап жатқан құлағында естіп тұрғандай сезінеді дейді. Сондай деңгейде болады дейді тақуа адамдар. فَهُمْ جَاسُونَ عَلَى رَكْبَتِهِمْ يَطْلُبُونَ مِنَ اللَّهِ فَكَفَ رَقَابِهِمْ. Сол мезетте бірден Алладан жаңағыдай пана тілеп, Алладан көмек сұрап, Алла өзің жаһаннамнан сақтай көр деп бірден дұғаны айтады. وَأَمَّا النَّهَارِ فَحُلَمَا عُلَمَا أَبْرُ الْأَتْقِيَا. Сөйт, таң атқан кезде, күндіз болған кезде, таң атқан кезде, жаңа тақуа кісілер өте жұмсақ, өте білімді, және қолы ашық адамдарға жақсылық жасайтын өмірді қайттан бастап кете береді екен. Таң атты дегенше. Көрдіңіз ба? Түн қалай өтті? Түн қалай өтті? Тақуа адамның түндері қалай өтті? Намазымен жылады, Құранын оқыды, Құран аяттарына мән берді, жәннат айтқан кезде кіріп кететіндей сезініп тұрды, тозақ айтқан кезде шатырлаған от құлағына келіп тұрды. Түн осылай бітті. Күндіз болды қайтты. Келесі күн шыққан кезде тақуа адамдар енді улама абрул атқия дейді. Өте жұмсақ, және өте мейірімді, және өте білімді, сауатты, және адамдарға жақсылық жасауға қайттан құлшынысқа кірісе бастайды дейді. Адамдарға көмектесуге. Өйткені бауырлар, бұл өмірдегі біздің өте үлкен миссиямыз адамдарға көмектесу ғой негізінде. Ал адамдарға көмектескені ол өзіне көмектескені. Мысалы кейде адамдар айтады, бұл енді мұсылман емес адамдардың пікірі де, солардың ақидасы ол. Олардың пайымдауынша, олар ақиретке сенбейді де, адамдар қазір көмектеспеу керек дейді, жақсылық білмейді адамдар дейді. Адамдар қазір бұзылып кеткен дейді. Шариғат айтады, жоқ, сен өзің үшін өмір сүрсең эгоистсің сен дейді.
сен ақырет үшін өмір сүр дейді. Ақырет үшін өмір сүрген адам ақыретте өзіңе қанша көп нәрсені қалдырғың келсе, қазір сонша адамдармен бөлісіп, адамдарға бере бер дейді. Адамдарға беріп жатқан ол өзіңе беріп жатқан дейді. Абу Бәкір Сыдық айтқанда, мысалы айтады, мынау нәрсе қашан бұл менікі болады дейді. Мен бұны бөліскен кезде бұл маған ақыретте қалады деген. Егер мен қазір бөліспесем, мына дүниеде қалады мынау дейді. Пайдаландым, дұрыс пайдаландым. Уақыт келген кезде мен тастадым да кеттім, жаным ұшып кетті. Бірақ ақыретте мен мынаны таппай қаламын деген Абу Бәкір айтқан. Ал мен ақыретте де мына рахатын көргім келеді деген да. Ол үшін мен бөлісемін деген. Түсіндіңіз ба? Сол таң атты дегенше тақуа адамдар жаңағыдай бірден адамдық миссиямды орындайын деп адамдарға қол ұшын беруге кіріседі қайтадан ол адам. Қот баррахум әл-хауф барил қада янзура илайхим назир фаяхсахум марда ва ма бил қаумин марда. Және оларды жаңағы көрген адамдар, мына кісі бір кішкене сәл бір жаңағыдай бір ақ көңілділігі соншалық бір ауру ма, сәл бір жетіспей ма мынаған деп айтады, ойлайды дейді. А бірақ ол негізінде ауру емес дейді. Ол Алладан қорқады, тақуа сондай өмірді санады дейді. Әйтті мен мынаны орында болсам істемейді, не бұл нәрсе? Не нәрсе ол? Әркім өзі әрекет қылмай ма? Деп қазақ айтады, байдың малын бай осы қызған дейді. Көрдіңіз ба? Сол демек, ана байдың орнына өзі түсіп қалса да, сонда істемейтіндігін да мойындап жатыр ол. Мен онда істемейдім дейді. Ақымақ мынау дейді. Шашып жатыр бәрін дейді. Ал ол ойлап жатыр, Алла жолында шашылған нәрсе ол еселеніп келетін ол білмейді да, ол адам. Сауатсыз ғой. Біз жаңа басында айттық. Тақуаның ең бірінші сипаттарының бірі не еді? Ол білімді болады ол адам. Ол білімнің тарасымен жүреді әрдайым. Бүйтіп қарайды. Көрдіңіз ба? Сосын адамдар оны жаңағыдай бір сәл сондай бір адам деп ойлайды, қауымдар дейді. Бірақ ол ондай емес. Ла ярдауна мин амаликум бил қалил ва ла юкассируна кассир. Және тақуа адамдар істеп жатқан амалдарын ешқашан көп көрмейді. Алла мені кешірсін, мен әлі түк істеген жоқпын. Әлі ешнәрсе істеп жатқан жоқпын деп өзін қамшылай береді дейді. Ал адамдар оны, мынау керемет, қаншама нәрсе істеп тастады ғой дегенді, ол өзіне аз көреді дейді. Сөйтеді, факум анфусикум муттахимун, тақуа адамдар өзін айыптай береді дейді. Өзін айыптайды. Не деп айтады? Ва мин а'малихим мушафиқун ва иза зака ахаду мухафа мимма яқул лаху фаяқул ана а'лам би нафси мин гайри ва рабби а'лам би мин нафси Аллахумма ла туахизна бима яқулун ва идж'ална афдал мимма язуннун. Сол кезде адамдар оны мақтайды дейді. Мынау пәленше молодец, мынау азамат, мынау керемет, көп нәрсе істеп тастады деп айтса, бұл адам өзіне оны аз көреді, Аллаға жалбарады. Алла, сен білесің ғой, ешнәрсе істемей жатқанымда. Алла, сол адамдар көп істеді деп айтқанын сен ескеріп, ертең қияметте менің сұрағым көп болмасыншы деп айтады дейді. Алла, мен түк істеп жатқан жоқпын мен. Сол адамдардың айтқаны бойынша мені ертең есеп алып жүрмесе, Алла. Адамдар ойлап жатыр, мен көп нәрсе істеп жатыр деп. Мен түк істеп жатқан жоқпын деп өзінің нәпсісін қаралайды дейді. Сөйтеді, айтады екен, Алла, уайжағална афдал мимма язуннун, ертең қияметте. Сол адамдардың ойлап жатқандарынан да мен артық дәрежемді өсіріп қойшы, Алла, деп дұға қылады дейді. Міне осы жерге тоқтадық, бауырлар. Алла қаласа бұны қалған және жалғастырамыз. Бізде намаз уақыт жақындап қалды. Мен жаңа басында айтқан едім, мына кісілердің бір-екі сұрақтарын мен қараймын деп, біздің эфирде отқан кісілер бар. Бүгін тақуалыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, бір-екеуін қарайын, иншалла. Қалған келесі дәрісте әлі тақуалық жайында жалғастыратын боламыз. Кітап қандай дейді? Кітап мынандай. Хитбат Минбария деген кітап. Бұл араб тілінде жазылған кітап. Бұл аударылмаған. Бірақ ниетім бар осы кітаптар аудару деген, иншалла. Дұға қылып тұрыңыздар, Құдай қаласа бұл кітап аударылады, иншалла. Қандай кітап деп жазып жатыр? Бұл кітап аударылмаған, араб тілінде нұсқасы. Амин, баршамызға разы болсын.
сақтап қойыңызшы дейді. Жақсы, сақтаймыз. Құран тәпсірін кітаптан оқып біле беруге бола ма? Бізде тәпсір кітап аударылмаған әлі. Бізде аудармалар бар. Құранның аудармалары ғана бар, бірақ ол тәпсір емес. Тәпсірді ұстаздармен ғана оқи аласыздар әзірше. Бірақ ниетіміз бар, Құдай қаласа болашақта сол тәпсірлер аударылу керек негізінде. Ол тәпсірлердің әлі ешқайсысы аударылған жоқ. Эфир сақтаңызшы дейді. Жақсы бауырлар, сұрақтарыңыз болмаса тақуалық жайында келесі жалғастыратын боламыз иншалла. Эфирді сақтайтын боламын. Субханака астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала ескерген заманды нәсіп етсін. Алла тағала өзінің мұстақим тура жолдарын нәсіп етсін. Өзінің Құранда айтқан, мақтаған тақуа пенделерінің қатарында болып баршамызды нәсіп етсін. Аллахумма ғфирна, Аллахумма ирхамна, Аллахумма афина, Аллахумма арзуқна. Саллаллаху алейхи сейдина Мұхаммад Мұстафа бирахмат. Қалай деген? Қалай дейсің? Эфир ма? Эфир шығамыз, алшамыз. Болды, шығамыз.